диван аларда бір дұрыс туысқандарыңызбен ақылдасасыздар. Мына диван возврат болды, бізге келді, таңғырыңыздаршы. Бұл кісі диванды алған, туысқандары ертеңіне келген, сөйтсе туысқандары мынау немене диван, мына механизмі қандай деп. Мен бұл кісіге түсіндіріп видеосында жібергенмін ғой, бұл мынандай подлокотник болады. Одан кейін мынау бір жағы былайынан қараңыздар, осылайынан ашылады дегенмін ғой. Сөйтсем, осы бұл механизмдар китайский, қайбір ұзаққа шыдайсын дейсін деп, одан кейін подголовнигін әңгіме айтқан, барлығы металлический, бір әшін кішкентай темірде тұр, сынып қалады деп. Сөйтіп, клиент сатып алған адамның бетін қайтар жерді. Негізі әдемі күшті диван, андай синтепонмен бірге специально моющий тканьмен жүреді. Дәл осы диван бізде Алматыда тұр. Новый, просто енді туысқандар өстіп айтқаннан кейін клиентіміз енді қайтарып жіберіп отыр. Енді не дейсің енді бұндайларға? Сондықтан да дұрыс адамдармен ақылдассаңыздар дұрыс болады деп ойлаймын. Одан да басқа күшті дивандардың варианттары бар бізде. Қызық болса, ұнаса, варианттар қаласаңыздар, хабарласыңыздар. Сіздермен бірге Ереке мебель. Где Ереке, там береке.